Etsіңдерме балалар, бүгінгі біздің сабағымыз өткен тақырыпты қайталау. Өткен жолғы тақырыбымыз вектор ұғымы. Сол вектор ұғымы бойынша біздің білетініміз сабақтың мақсаты. Ол вектор анықтамасын білу және оны кескіндеу. Осы тақырып бойынша алған білімді қайталау үшін мына видеоға назар аударайық. Физикалық шамалар жалпы екіге бөлінеді, олар скалярлық және векторлық болып. Скалярлық шамалар тек қана сан мәнімен ғана сипатталатын шамалар. Оларға масса, температура, аудан, көлем және тағы басқа. Скалярлық шамалар бір мысал келтірейік. Айталық, алма жегіміз келіп, дүкенге дүкенші 2 килограмм алма тартып беруін сұрайтын болсақ, дүкенші бізден таразда жоғары қарай немесе төмен қарай, оңға солға деген сияқты бағытын сұрамайды. Бірден 2 килограмм алманы тартып береді. Яғни бұл дегеніміз скаляр шамалар тек қана сан мәнін айтсақ жеткілікті болады екен. Ал енді векторлық шамалар сан мәнімен қоса бағытымен де сипатталады. Мысалы, ұшақтың жылдамдығы, көш немесе ракетаның үдеуі. Олар векторлық міндетті түрде сан мәнімен қоса сипатталады. Вектор деген бағытталған кесінде АВ векторы сипатталады. АВ немесе А. А нүктесі вектордың басы, В нүктесі вектордың соңы. Төмендегі тапсырмаларды орындайық. Вектор ұғымы. Өзінің сан мәндермен ғана берілетін шамалар скаляр шамалар деп аталады. Масса, уақыт, температура, көлем бұлар скаляр шамалар. Мысалы, жер телімінің ауданы 16 метр квадрат. Мұндағы 16 жер телім ауданының сан мәні, квадрат метр есебімен. Аудан скаляр шама. Сан мәнімен де бағытымен де анықталатын шамалар жиі кездеседі. Мысалы, ұшақ солтүстік шығыс батыс бағытта 700 км/сағ жылдамдықпен ұшты. Берілген жағдайда жылдамдық 700 км/сағ есебімен сан мәнімен де солтүстік шығыс бағытымен де берілген. Мұндай шаманы векторлық шама деп атаймыз. Демек, жылдамдық қандай векторлық шамаға жатады. Ал тек қана сан мәнімен берілетін ол скаляр шама. Енді қарайық, сан мәнімен де бағытымен де берілетін шаманы векторлық шама деп атаймыз. Басы А нүктесі, ұшы Б нүктесі болатын бағытталған кесінде АБ вектор деп аталады. Енді қараңыз, вектордың белгіленуі қалай? 722 суретке қарайық, А нүктесінен басталған. Бұл басы В ұшы, Б нүктесі ұшы. Яғни бұл оқылуы, яғни белгіленуі АБ векторы. Мұндағы А басы нүкте, В соңғы нүктесі. Немесе бұл кіші әріптермен де белгіленеді. Латынның А векторы, Б векторы. АБ сәулесінің бағыты, АБ векторының бағыты болып табылады дейді. Енді арғарай есептер шығаруға кірсек. Мына шамалардың қайсысы векторлық шамалар? Температура, уақыт, масса, жылдамдық, көлем. Бұнда бізде жылдамдық қандай шама дедік? Векторлық шама. Келесі, бұнда бір қиын тұратын тапсырмаларды ғана қарастырайын мен. Векторын салындар дейді бұлда. Балалар, мінеке алдыларыңда кітаптың бетіндегі есептер көрсетіліп тұр. 1159 3 вектор салыңдар дейді. Кез келген бағытқа қаратып 3 вектор салып, оны белгілейсіңдер. Осыны үйренуге беріледі бұл тапсырма. Екіншісі 1160 есепті қараңдар. Осыны дәптерлеріңе қазір координаталық жазықтық сызып, мына нүктелерді координаталармен белгілеп, векторлардың басы ғай, ұшы ғай жерде А, Б, С, Д, МК векторларын салыңдар. Содан кейін маған көрсетесіңдер, суретке түсіріп алып. Ал іске сәт орындайық. Ал енді үйге тапсырма ретінде 1162 есепті орындаймыз. Алдыларыңда 150 сурет тұр. Осы суретте кескінделген векторлардың бас нүктесі мен соңғы нүктесінің координаталарын жазыңдар. Мінеки координаталарын жазу үшін бірлігі вектор ретінде бір клетканың ұзындығын алыңдар. Мына жерде координаталары көрсетілмей тұр. Сіздер координаталарын көрсетесіздер. Содан кейін нүктелердің координаталарын тауып жазасыңдар. Сосын кейін соны орындайсыңдар. Назар қойып
Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді талқылау кезеңіне көшеміз.